Көп рахмет, Ерік. Айналайын. Ерік деген негізі өте жақсы жігіт. Менің айтқан әрқашанда жерге тастамай орындап жүреді. Мықты. Кетпей тұра тұр, тоқта. Кофені ішкің келмей қалды, Ерік. Сен мынаны төк та, орнына шай құйып әкеліп берші, мақұл ма? Жай. Маған пол жусын дейді ғой. Болды, мен шаршадым. Мен шетелде барып шауып келу үшін оқыған жоқпын. Бүгін жиналса бәрін айтам. Жұмыстан шығам. Жетеді тойдым. Құрметті Ербол Жұлдызбаев, сіз Танымалова Маржанды өмірлік жар етуге дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Ал сіз Танымалова Маржан Ербол Жұлдызбаевтың өмірлік жары болуға дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Ендеше сіздерді ерлі зайыптылар деп жариялаймын. Не болып жатыр мұнда? Не көрсетіп жатсыңдар? Сәлеметсіз бе, біз сайысқа дайындап жатырмыз. Осы нөмірді көрсетейін деп тұрсыңдар ма? Иә. Осындай нөмір басқа қатысушыларда да бар. Қалай түсінбедім. Мынандай фото мен ЗАГС туралы көріністі басқа қатысушылар көрсетіп қойған. Көрсетіп қойыпты. Апай, сіздер қатырсыздар. Адам деген бұндайды ертегі айту керек қой. Тым жақсы үйленіп жатқан жермен бәрін келдіңіз де бұзып тастадыңыз. Өздеріңде қызықсыңдар, басқа қатысушылармен ақылдаспайсыңдар ма? Маған бұлай сөйлейтін сен кімсің? Жоқ, апай, енді кімсің дегенде Маржанның заңды күйеуімін ғой. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалайсыңдар? Жақсы. Әлгі Ерік пен Ербол қайда? Әлі ұйықтап жатыр ма? Ерік жұмысқа кетті. Ербол таң атпастан үстіне костюм шалбарларын киіп, айнаның алдына барып, Аружанның әтірін сеуіп, өз-өзіне бірдеме деп сөйлеп, жарайды келісемін деп, мәз болып, маған ЗАГСке кеттім деп шығып кетті. Сол баланы қыздың артынан көп шауып кетті. Бір нәрсе бүлдіріп қойғаннан соң өзі. Әке, апа. Негізінде анау Маржан бар ғой, сонда сайыс екен. Ол сайыста біздің баламен екеуі кәдімгідей бақытты жұп рөлін сомдау керек екен. Сонда біздің бала кетті көмектесуге. Амин. Сенің де кейде асыра сілтеп жіберетінің бар ау, Қайдан білейін? Менікі сені сөйлету ғой. Айтпақшы, мен салонға жазылып қойған едім, сонда барып келейін. Келген соң түскі асты дайындаймын, жақсы ма? Жарайды, бара ғой. Абзал, өзің білесің, бастықтарыңды жоғары жаққа ауыстырып жатырмыз. Сол бос орынға бір дұрыс адам қажет. Мен әрқашанда кез келген жұмыс жасауға дайынмын. Бәрекелді. Осындай жұмысшыларым бар кезде маған еш нәрсе қорқынышты емес, Абзал жаным. Сондықтан Абзал былай істейік. Абзал түскі жиналыста осы бастықтың орны үшін қызметкер арасында сайыс жариялайық. Оны сен хабарлайсың. Жарай ма? Сайыс? Иә. Сақшы емес пе?
міне мына кісінікіндей бояп бере аламыз. Мынау тым арзан сияқты. Арзан әрі қолда сапасы көрінеді екен. Басқа бір дұрыстау бірдеңе бар ма? Әрине, мына жерге отырмыз. Жоқ, мен түсінбеймін, не үшін олай шештіңіз? Сен не? Дауыс көтерейін дегенсің маған? Жоқ, енді айтайын дегенім, бұл сайыстың не қажеті бар? Мен іште жүргеніме біраз болды. Оның үстіне менің тәжірибем де мол. Сайыссыз-ақ мені сол орынға қойсаңыз дұрыс болар ма екен? Сен сабырға келсеш, менің алқымнан алайын деп тұрсың ғой сен мына түріңмен, Кешіріңізші, эмоцияға беріліп кеттім. Ештеңе етпес. Сен мына түрге қарасам, сайыстан қорқып жатқан сияқтысың ғой? Жоқ, қайда қорыққан. Жай енді өзімнің ойымды айтып тұрмын да. Солай десең. Маған каталог бересіз бе? Мынау ма? Осылардың ішіндегі ең қымбаты қайсысы? Соны жағып беріңіз маған. Мынау ұнамай қалды, ең қымбаты керек маған. Маржан, қазір қарақ қызық болады. Ернат, мұндайшы. Не мынау? Қазір екеуміз испанша ән айтып би билейтін боламыз. Мынау не? Бұл ма? Бұл сиыр. Бұқа. Сиыр емес бұқа. Бірақ тек таза су ішіп өскен бұқа. Қатты қорқынышты емес. Бізде бұқа бар. Сосын? Сосын екеуміз сахнаға шығамыз. Залда адам көп. Сөйтіп испанша билеп жатамыз ғой. Сөйтіп бір кезде мынау шоп сені сүзгісі келеді. Сол кезде мен оны ұстап аламын да, ұрып бастаймын. Аясы? Үнім емес па? Тоқташы, сөзім бөлмей, айтып тастайын. Сосын енді ұрын ұрып болам. Сосын сен қасыңа келіп, «Эй, мамбо!» деп қасыңа кеп, бүйтіп құшақтап, сосын бүйтіп сүйін. Ту, Ербол, істеп кет. Біріншіден, мен биле алмаймын. Екіншіден, мынау киім бір испанша емес сығандардың киімі сияқты. Үшіншіден, мынау, не мынау, сиыр ма? Сиыр емес, бұқамын мен. Кетші, жетіспей қалған бұқа. Оламай ма не? Тым жақсы ғой. Жарайды, Маржан. Сен айтқандай бола салсын. Біз испанша емес, сығанша берейік. Сосын Ернат бұқа емес, сиыр болсын. Ту, Ербол! Не айтып тұрсың? Қалай бір түрлі? Қолынан келген осы. Ауылда болғанда тірі бұқа әкеп беретін едім. Негізінде әйел адам өзіне үнемі қарап жүру керек. Әйтпесе жылына бір-ақ рет салонға келгеннен не пайда? Бірақ кейбіреулер тырнағын боятқанға да мәз болып жүреді емес пе? Ақшаң жетсе, шашқа да, бетке де күтім жасап тұру керек. Мен қасым жоқ емес пе? Келін қайда жүр? Түскі астында уақыты болып қалды. Сәл шыда. Қазір келеді өзі пісірем деген тамақ. Мен шыдайым ғой. Тіпті полигонда да күні кешке дейін аш жүрушы едік қой. Қай жетіскендеріңнен аш жүрдіңдер дейсіңдер. Анау деттарың, тамақтарың тартып алып жей берген шығар. Жоқ, олай емес. Әскердің өзінің заңы бар. Деттар кеткеннен бүкіл тамақтың бәрі өзімізге қалатын. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас дейді, екі-екіден жейтін. Сенің табиғи сұлулығыңның өзі қандай еді? Әдемісің ба? Тіпті сұлулық салонына барғанымды көрмеппін. Тәуба, Құдайға шүкір. Мен осы
жартаңдауда қателеспеппін. Бір сөзімді жерге тастаған емес. Үй шаруасы, бала тәрбиесі, тамақты қандай дәмді пісірушы едің. Әсіресе палауың керемет дәмді болады. Жегім кеп кетті ғой. Палауды жақсы пісіретініме күмәнің болмасын. Ой, намекті неге түсінбейсіңіз? Бір айтқанда орнынан тұрып ас үйге барып тамақ істеуге болады ғой. Қарның ашты ма? Жоқ. Осындай кезде тамақ ішетін әдетім бар менің. Кешіріңіздер. Ерік, не кешігі бұл? Мен сізге бір нәрсе айтайын деген едім. Жоқ, отыр. Әзірге мынадай, мен сендерге беретін тапсырмам бар. Тапсырма мынандай. Кім берілген товардан ең көп пайда түсіретін болса, сол сайыста жеңімпаз атанады. Ол, Ерік, айта бер, не айтайын деп? Еш нәрсе, жай барлықтарыңызға сәттілік тілегім келді. Ал, онда сайыс басталды. Жұмыстарыңызға сәттілік. Бар бер. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e mi sento di morir. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via e mi sento di morir. күшті. Қалай ойлапты? Деканың келе жатыр. Неткен керемет жұп, керемет номер. Көріне шықты. Бүгін сайысқа сәттілік. Қалай ұнады ма? Я, сен кіріп келгенде кинодағындай болды. Қалай ойлап таптың? Мен ауылда 7-ші сыныпта алтын күзге қатысып, осы әнмен бірінші орын алғам. Сол есіме түсіп кетті. Күшті. Вау. Жұман? Есіңде ме? Серікке мен жүкті кезімде сен үйдің шаруасын істетпей маған. Бәрін өзің тындыратын едің ғой. Тіпті тамақты да өзің пісіретінсің. Мәссаған. Сонда сен не? Мені қазір жасай алмайды деп отырсың ба? Қасымды болған соң, маған макияж жасау керек. Макияждан кейін шаш үлгісіне жазып қойыңызшы мені. Жақсы ма? Жасай беріңіз. Сенен қайталағандай болып жүрермін. Онда маған бірінші шашым жасап, сосын кейін макияж жасап беріңізші. Уақытың келді, Ерік. Енді бұл мүмкіндікті пайдаланып қалу керек. This is my chance. Қалайсың көрші? Көрші емес, бастық қалайсыз деген дұрыс болатын шығар. Сонда сен жанұясын алдайтын адам біздің жұмысқа бастық болуға лайық деп ойлайсың ба? Егер олар барлығын біліп қойса, сен өз жанұяңнан айырылып қаласың. Ал мен саған ондай жамандық тілемеймін. Сол себепті бұл орынның саған еш қажет жоқ. Жарайды, менің бір көмегім болсын саған. Бұл орынға мен өзім отыруға дайынмын.
баланы жарысқа дейін берген дұрыс деп ойлайсың ба? Әрине солай дұрыс. Сонда сахнада сезімдерің шынайы болып көрінеді ғой. Бақшы. Мына кәмпитті берші. Қойшы, мен деген қонаққа ұрысқан жоқпын ба? Несіне алдың бұны? Одан да орнына маған сағыз ала салмадың ба? Үйге келген қонақтардың кәмпиттері ғой. Анам шкафтың үстіне қойып, соны алып кеттім. Қуасың ба? Кез келген затты сұрап алу керек қой. Бұндайдың жетеуі бар әлі деп уайымдама. Мен деген гүлім солып қалмай тұрып, маржанды тауып алуым керек. Кәмпитіңді алып қой, сосын үйге алып кетем. Сәттілік досым. Мен залда аламын. Болды. Мен оған жүрегімді кеңінен ашып жүрсем, мен саған көрсетейін адаммен қалай ойнау керек екен. Менікі қанша болды? 125 мың теңге. Қанша? 125 мың теңге. Ақшаң жетпей тұрса айт, қарызға бере тұра алам. Жо, рахмет. Барлығы керемет жетіп тұр. Керісінше саған берейін бе деп тұрған едім, бар екен. Керек етме сен ақшаң. Құдайға шүкір, күйеуім жақсы жалақы алады. Тек қана күйеуім ғана емес, бүкіл отбасымызбен жақсы жалақы аламыз. Маған Индира түк те қызық емес, сенің отбасың қанша жалақы алатындығы. Менің күйеуім де жақсы жалақы алады, шүкір. Осылай. Жұмыссыз адам ондай жалақыны қайдан алсын? Түсінбедім. Не дедің? Қайда алаш? Ерік, жұмыссыз. Абзал оған жаны ашып, өзінің қасына жұмыс қалған болатын. Сен менімен олай айқайласқанша соны біліп жүр. Жарай ма? Жұман, мүмкін көмектесермін? Керек емес. Мен тамақ дайындағанда ас үйде ешкім болмауы керек. Рецебін біліп қоясыңдар. Ақыры бәрін біледі екен. Енді жасыратын ештеңе жоқ. Бастаған жұмысты аяғына дейін апару керек. Қадірменді көрермен, құрметті студенттер, сайысымызды жалғастырамыз. Келесі үміткерлерді ортаға шақырайық. Олар Жұлдызбаев Ербол және Танымалова Маржан. Құрмет, қошеметтеріңіз. Сені алғашқы рет көргенде жаным, жүрегімнің лүпіл екенін бірден білдім. Қасыңа баруға батылым бармай, айдай сұлулығыңа тек сырттай таңдандым. Мүмкін бұл сезім елес. Опа, опа, ғашықпын опа, білмедім жігіт бар ма жоқ па, бір көргеннен арба балды, тартатын өзіңе білмедім тоқ па. Опа, опа, ғашықпын опа, білмедім жігіт бар ма жоқ па, бір көргеннен арба балды, тартатын өзіңе білмедім тоқ па. Сәлеметсіз бе? Кіре беріңіз. Счетчик тексеруге келдіңіз бе? Апа, сіз мені танымай қалдыңыз ба? Мен Аружанмын ғой.
Мәссаған. Тырнақ бояғаннан адам осыншыны өзгеріп кетеді деп ойламаппын. Қандай әдемі болып кеткенсің. Рахмет апа. Кешіріңізші, салонда акция болып жатыр еді. Соған мен пайдаланып соны біраз уақыт отырып қалдым. Сағатқа да қарамаппын. Тартып өзіңе мен арбан, еріксіз қасыңа кеп сөз салдым. Әмина, счетчик тексеретін қыз келіп тұр. Счетчикті айтысыш. Қысылма, теңізбенен аспандаймыз. Әй, қызым сен бісің? Мәссаған, шошып кеттім. Счетчик тексеретін қыз өстіп боянып келетін болған ба деп қоям ғой тағы. Әке келіңіз, мен өзім дайындайын тамақты. Жоқ қызым, уайымдама. Бүгін жігіттердің күні бола салсын. Өзім пісірем. Мен барлық қызметкерлерді қарап шықтым. Бірақ ең көп нәтиже көрсеткен бесікті оқып берейін. 5-ші орында Нариман берілген тауардың 54%-ын сатқан. 4-ші орында Сәуле 61% товар сатқан екен. Ал 3-ші орында біздің Бекжан 69% сатқан. 2-ші орында Салтанат 73% сатқан екен. Ал және де сайыстың жеңімпазы 97% товарды өткізген Ерик Жұлдызбаев. Кешіңіз тағы да бір тексеріп жібересіз ба? Абзал шығар. Жоқ. Айттым ғой саған. Ерик Жұлдызбаев. Ал құрметті көрермен, келесі кезекте марапаттау рәсімі. Әділ қазылар алқасының төрайымы, сұлу да сымбатты, баршамызға танымал Мадина Садуақасова ханымға сөз кезегін береміз. Қайырлы кеш, құрметті студенттер. Бүгін өте қызықты, тартысты сайыс болды деп есептеймін. Біздерге ұнады. Ал енді мен көп созбай марапаттауды бастайын. 3-ші орын иегерлері Артур мен Ақмарал. Құттықтаймыз. Құрмет қошеметтеріңіз. Неге олай жасадың, Ербол? Иегерлері Өзіміз со басқа жеттен гүл алып мәз өтіп тұрған. Жоқ, сен оны дұрыс түсінбегенсің ғой. Ол гүлді оған әкесі беріп жіберіпті. 1-ші орынды ең керемет жұп Бауыржан мен Анар. Менің қолымда бас жүлде иегерлерінің есімдері жазылған диплом. Оны мен сахнада шынайы, өмірдегідей ойнап, қайғы мен қуанышты қатар көрсеткен, нағыз махаббатты сезіндіре білген Ербол мен Маржанға табыстағым келеді. Құттықтаймыз. Құтты болсын. Жаралың ба күн нұрына, жаным саған. Осымен құрметті көрермен, сайысымыз аяқталды. Жеңімпаздарымыз анықталды. Көп рахмет. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар деймін. Досым бар, жүрегімді басқарған, сәулесіне қайта мас болған, жұлдызымсың, күнім деген көк аспаннан. Есесіне пайдалы. Жеңдер. Жеп отырмыз. Шынымен де жақсы шықты. Ата, тамағыңыз дәмді болыпты. Әлде бүгіндікке тамақ жемегейсің ба? Дәмі күшті болып білмей болса да. Ас болсын. Әрине бүгіндікке тамақ ішпегеннен кейін дәмді болады ғой.
Ал Ерік, жұмыс орның құтты болсын. Бізге де жақсы болсын. Жақсы болсын. Жарайсың, Ерік. Жұмысың құтты болсын. Рахмет аға. Рахмет. Алло, Аружан? Сындырдың ғой мені майсың бір түрлі сезім біздің арада өмір кезеңі оған қарама бізді махаббат басқарат ол қайдан келген ақпарат дейсің қаншама ғашық адамзат сезімін төкті ақпаратқа күннің күлкілігі қабағына өзің тағдырдың талабына бұл махаббат мұнда ереже жоқ артық сөзің де қажеті жоқ кім демеді